іс жүзінде жүзеге асырғаннан кейін ғана ұғынылатын мәселелерді сұрай берме, себебі оны тілмен түсіндіріп беру мүмкін емес. Алла тағаланың мына сөзін ұмытпа. Егер олар сен шыққанша айқайламай сабыр сақтап күте тұрса, өздері үшін жақсы болар еді. Хужурат сүресі 5 аят. Қыдыр алейхиссаламның мына насихатын жадыңда ұста. Егер маған еремін десең, онда мән-жайды өзім айтып түсіндіріп бермейінше менен еш нәрсе сұраушы болма. Каф сүресі 70 аят. Уақыты келіп жауабы алдыңнан шыққанға дейін асықпа. Алла тағала Құранда негізінен адам баласы сабырсыз болып жаратылған. Олай болса асықпай-ақ қойыңдар. Сендерге аяттарымды жақында көрсетемін деген. Әнбия сүресі 37 аят. Тура жолда салихалы амалыңды тастамай жүрсең, көптеген сұрақтарыңа жауап таба бастайсың. Олар жер-жаһанды кезіп, өздерінен бұрын өткен кәпір қауымдардың ақырының не болғанын өз көздерімен көріп ғибрат алмай ма? Рум сүресі 9 аят. Алланың атымен ант етемін. Егер тоқаулық жолына бекемденсең, бұл жолда түрлі кереметтерге жолғасың. Барлық күш-жігеріңді сарп ет, себебі бұл жол көп күшті талап етеді. Зуннун әл-Мусри шәкірттерінің біріне: егер өзіңді аямай барлық күш-жігеріңді осы жолда жұмсауға әзір болсаң, кел, сені шәкірт етейін. Ал егер күшің жетпесе, онда өтірік сопылықпен айналыспа деген. Негізінде сопылық жолда ең басты нәрсе нәпсімен күресу және жүрек тазалығы. Сонымен қатар мұнда адам көңіл қалауына не әуесіне ермей шариғат нормаларын қатаң сақтауы керек. Сондықтан сопылыққа адам біреуге еліктеумен, көп сөзбен не пайдасы жоқ істермен жете алмайды. Егер қиямет күні алған білімің алдыңнан дұшпан болып шығуын қаламасаң, мына 8 кеңесіме құлақ ас. Оның 4-еуін тәрк етіп, қалған 4-тің қалтқысыз орында. Мына нәрселерді тәрк етесің. 1. Шамаң жетпейтін мәселеде ешкіммен таласқа түспе. Өйткені оның пайдасынан зияны басым. Мұндай тартыстардан екіжүзділік, қызғаныш, тәкаппарлық, жек көрушілік, мақтаншақтық және дұшпандық сияқты түрлі жаман қылықтар туындайды. Егер де қандай да бір адам немесе бір топ сенмен бір мәселеде талас тартысқа түсті делік, сондай жағдайда сенің мақсатың ақиқатты табу, түйткілді мәселенің шешімін іздеу болса, онда олармен пікірталасқа түсуіңе болады. Бірақ ақиқатты іздегеніңнің 2 белгісі бар. Соны біліп ал, жүрегіңді тыңда. Біріншісі, ол шындық сенің аузыңнан шықса да, қарсыласыңның аузынан шықса да, сен үшін бәрібір. Басты мақсатың шындықты табу болу керек. 2. Пікірталас көпшіліктің көзінше емес, оңашада болғанын құп көруің керек. Мұқият тыңда. Мен саған бір пайдалы нәрсе айтайын. Мәселенің түйінін шешу мақсатында қойылған сұрақтар жүрегі ауырған адамның дәрігерге қаралған іспетті. Ал ол сұраққа берілген жауап аурудың емі. Біліп қой, надандар жүрек ауруына шалдыққан науқастар, ал ғалымдар оларды емдейтін дәрігерлер іспетті. Бірақ шала білімді ғалым ауруды тиісінше емдей алмайды. Ал толыққанды білімі бар ғалымның өзі науқастардың бәрін емдей алмайды. Өйткені алдымен науқастың өзінде емделуге деген құлшыныс пен ниет болу керек. Егер аурудың емі жоқ болып шықса, онда дұрыс дәрігер науқасқа: бұл аурудың емі жоқ, сондықтан емделем деп бекерге уақыт өткізбей-ақ қой, деп айтады. Есіңде болсын, надандық дертінің 4 түрлі болады. Олардың ішінде біреу ғана емдеуге жарайды, ал қалған 3-еуінің емі жоқ. Емі жоқ ауруға шалдыққандар мыналар: А. Қитұрқы сұрақ қойып дау қуатын адам. Бір нәрсе білу мақсатында емес, қызғаныштан қитұрқы сұрақ қойып дауласатын адам. Оған қанша жерден дұрыс жауап беріп, көркем мәміле жасасаң да, оның дұшпандығы мен қызғанышы артқан үстіне арта береді. Дұрысы оған жауап бермеу. Кез келген дұшпандықты жолын тауып жібітуге болады. Ал қызғаныштан туындаған дұшпандықтың бетін қайтару қиынның қиыны. Мұндай адамнан барынша аулақ болып, оны өз дертімен оңаша қалдыру керек. Бұл туралы Алла тағала Құранда былай дейді: ендеше осынау кітабымыздан һәм бізді еске алудан сырт айналып, дүниенің қу тіршілігінен басқаны қаламағандарды өз жайына жібер. Білгенін істеп жүре берсін. Нәжім сүресі 29 аят. Қызғаншақ адам сөзмен де, ісімен де, жүрген жерінде от тұтатып жүреді. Сондықтан болар Алла елшісі от қалайша ағашты
жалмайтын болса, қызғаныш та адамның сауабын солай жалмайды деген. Бұл мына хадистің бөлігі. Су отты қалай сөндірсе, садақа да дәл солай күнәларды жояды. Сондай-ақ адамның түннің бір уағында оқыған намазы мен оразасы тозақ отынан қалқан болады. Ақымақ адам, мұны да емі жоқ. Иса пайғамбар, мен өліні тірілтуден емес, ақымаққа бір нәрсе түсіндіруден шаршадым деген. Мұндай адам шариғатты болсын, өзге ілімдерді болсын, өте аз біледі. Бірақ соған қарамастан, бар ғұмырын ілім жолында сарп еткен ғалымдармен санасып, өзінің түсінбеген мәселелерін ғалымдар да ұқпаған деп кекетіп, қитұрқы сауалдар қоюға құмартады. Мұндай адамға да жауап іздеп уақыт жұмсаудың мүлдем қажеті жоқ. Қабілет қарымы төмен адам. Мұндай адам тура жолды іздеп сұрақ сұрағанымен, парасат пайымы мен түсінігі тар болғандықтан үлкен дін ғалымдарының сөздерін тиісінше ұғына алмайды. Бұларға да уақыт жоғалтудың мәні жоқ. Осы мәселеде Алла елшісінің насихатына құлақ асқанымыз жөн болады. Пайғамбарымыздың біз пайғамбарлар адамдардың ақылдарының деңгейіне қарай сөйлеуге бұйырылғанбыз деген. Имам Сахауи бұл хадистің Ибн Аббастан марфут тізбегі пайғамбарға жеткен хадис түрінде жеткендігін айтқан. Имам Бұхари Әзірет Әлидің бұлай дегенін жеткізген. Адамдармен тілдескенде олар түсінетіндей етіп сөйлесіңдер. Олай етпесеңдер, адамдар білместікпен Алланы және елшісін өтірікші деп айтуы мүмкін. Ал енді емі бар ауруға шалдыққан адам жайлы айтайық. Мұнда тура жолды табу мақсатында сұрақ сұраумен қатар ақылды әрі түсінігі мол адам туралы айтылып тұр. Ондай адам қызғаныш, ашу, атақ, мансап және байлыққа қызығушылық секілді қасиеттерден ада болады. Сұрақты да тек ақиқатты табу, қандайды бір мәселенің түйінін шешу мақсатында ғана қояды. Мұндай аурумен ауырған адамның емі бар. Мұндай адам сұрақ сұрап келсе, жауап беруіңе болады. Тіпті жауап беруге міндеттісің. Екінші, өзің амал етпей уағыз айтушы болма. Өйткені оның көптеген зардаптары бар. Ал айтқан нәрсеңді алдымен өзің жүзеге асырып, содан соң уағыз насихатпен шұғылдансаң, әлбетте болады. Иса пайғамбарға айтылған мына сөзге ой жүгірт. Уә Мәриямның ұлы, алдымен өзіңе уағыз айт. Егер одан өзің сабақ алсаң, онда оны халыққа да айт. Ал егер олай болмаса, онда оны халыққа айтудан Раббыңнан ұял. Ал егер сен уағыз насихат айтуға мәжбүр жағдайда болсаң, онда мына екі нәрседен сақтан. Әдемі тіркес қуып, сөзді астарлап айтудан, өлеңді орынсыз көп қолданып, ділмарсудан, сол арқылы өзіңде жоқ білімді бар секілді көрсетуден сақтан. Тілмен жағына сүйенген заржақ адамды Алла тағала жақсы көрмейді. Өзінде жоқ білімді бар секілді көрсетуге тырысу иманның әлсіздігінің белгісі. Уағыз айтудың түпкі мәні пенденің құлшылығындағы кемшілікті түзеу, тозақ отын еске салу, өмірді пайдасызбен өткізбеуін қамтамасыз ету. Өлім сәтінде иманын үйре ала ма? Өлім періштесі келген кезде жағдай қалай болмақ? Мүнкар мен Накир періштелерінің сұрағына тиісінше жауап бере ала ма? Қияметтегі жағдайын ойлау. Сырат көпірінен аман-есен өте ме әлде тамұқтың түбіне кете ме? Уағыз айтушы орыс нәрселерді қайта-қайта ойлап тыным таппау керек. Тозақтың жалындаған оты оның ұйқысын қашыратын болса, міне осы нағыз уағыз насихат. Жұртшылыққа өз қателерін ұқтырып, дерттерін дөп басып, бос нәрсемен өткізген уақыттары үшін өкіндіріп жіберген қателіктерін түзетуге үгіттеу. Міне осы нағыз насихат, дұрыс уағыз. Егер бір үйді сел шайып кетуге шақ қалса, алайда үй иелері бұдан бейхабар түрде ішінде отырса, сен сөзсіз былай деп жар салар едің. Сақтаныңдар, сел келе жатыр, қашыңдар. Ал енді осындай жағдайда үй иелерін ескерту барысында әдемі тіркеспен астарлы сөз қолдану қаншалықты орынды болар еді. Бұл әрине ақмақтық. Уағыз айтушының халі де осыған ұқсас. Сондықтан мұндай нәрселерден аулақ бол. Уағыз насихат айтудағы мақсатың адамдардың саған таңғалуы, көңілдері босап, көздеріне жас алып, неткен керемет уағыз болды деп сезімге бөлену болмасын. Өйткені мұның барлығы рия болмақ. Бұндай нәрсе ғапылдықтан туындайды.
Сенің негізгі мақсатың жұртшылықты өткінші дүниеге алданбай, о дүниенің қамын ойлауға, тойымсыздықтан тыйылып қанағат етуге шақыру, сараңдықтан сақтанып, жомарттыққа ұмтылдыру, бейғамдықтан оянып, сергектікке жол тарту, менмендікті тәрк етіп, тақуалыққа берілу үшін болсын. Оларға ахиреттің маңызырақ екендігін түсіндіріп, оны сүйдір, ал дүниенің жалғандығын түсіндіріп, оған қатты құмартпауды үйрет. Құлшылық пен тақуалықтың қыр-сырын үйрет. Себебі адамның жаратылысында хақ жолдан тез ауытқуға бейімділік бар. Сондықтан оларды барынша тақуалыққа баулы. Жасап жүрген қателіктерінің зардабын ұқтыр. Бәлкім олардың жан дүниесінде өзгеріс орын алар. Сөйтіп, іс-әрекеті жақсы жаққа өзгерер. Жасап жүрген күнәларын тәрк етіп, мойынсынуға қадам басар. Міне, нағыз уағыз бен насихаттың жөн жосығы осындай болады. Ал осылай жүзеге аспаған уағыз айтушысын да, тыңдаушысын да құрдымға кетіру ықтимал. Ал уағыз айту жолында жоғарыда айтылғандай ниет ақ, тәсіл түзу болмаса, ондай уағызшы жайлы былай деуге болады. Расында, ондай уағызшылар бейне бір шайтан секілді. Халықты соңынан ертіп, оларды құрдымға сүйреп барады. Соңынан ілескен адамдар одан дер кезінде қашып құтылу керек. Себебі ол олардың дінін білдіруде. Мұндай сорақы істі шайтанның өзі жасай алмайды. Қайсы бір адамның қолында мүмкіндік болса, мұндай уағызшыны мұсылмандардың мінберінен түсіруге әрекет жасау керек. Бұл іс жақсылыққа шақыру, жамандықтан тыю принципіне жатады. Үшінші, әділетсіз басшылармен араласпа, тіпті оларды көп көрмеуге тырыс. Өйткені ол үлкен апат. Егер олардың алдына шыға қалғандай болсаң, жағымпазданып оларды мақтама. Себебі пасықтар мен залымдарды мақтау Құдайдың ашуын туғызады. Кімде-кім олардың өмірінің ұзақ болуын қаласа, онда жер бетінде күнә жасайтындардың ұзақ жасауын жақсы көреді деген сөз. Төртінші, адал дүниемен келгенін анық білсең де, басшылардан келген сыйлықтың еш қайсысын алма. Өйткені олардан бір нәрсе алу құштарлығы дініңе зиян тигізеді. Оларға деген жағымпаздықты туындатып, олардың зұлымдықтарын қолдаған боласың. Мұның бәрі діндарлығыңа нұқсан келтіреді. Егер сен олардың бергендерін қабыл етіп, сыйлықтарын пайдалансаң, мұның саған беретін ең кішкентай зияны сол, сен оларды еріксіз жақсы көре бастайсың. Ал егер олардың біреуін жақсы көрсең, міндетті түрде оған ұзақ өмір тілейтін боласың. Залымның өмірінің ұзақ болуын қалау, Алланың құлдарына зұлымдықтың жасалуын және әлемнің жойылуын қалағандай боласың. Бұдан асқан зиянкестік бар ма? Абай бол, шайтанның тұзағына түсіп қалма. Кейбір адамдардың басшылардан дирхам мен динарларын алып кедейлерге таратқан жақсы іс қой. Өйткені залым билеушілер мал-мүлкін теріс жолда жұмсайды ғой деген алдамшы сөздеріне алданып қалма. Я, лағнет атқыр шайтан осы азғырумен көп тақуа жандарды тұзағына түсіреді. Шайтанның тұзақтарын толығырақ оқыған келсе, біз мұны Ихя Улумиддин атты кітапта да жаздық. Сол жерден қарауыңа болады. Ал жасауың керек 4 нәрсеге келер болсақ, бірінші, егер сенің қызметшің болып, оның саған қалай зір жүгіріп қызмет еткенін қаласаң, сен де Алла тағаланың алдында солай болуға тиіссің. Себебі ол ұлы жаратушың. Екінші, өзіне қандай қарым-қатынас жасалғанын қаласаң, өзге адамдармен де сондай қарым-қатынаста бол. Өзіне қалағанды өзгеге де қаламайынша иманың толық болмайды. Бухари, Муслим, Ахмад, Тирмизи жеткізген хадисте өзіне қалағанды мұсылман бауырына да қаламайынша мүміннің иманы кәміл болмайды делінеді. Бухари мен Муслимде тағы мынадай хадис кездеседі. Бойында мына 3 сипаты бар жандар иманның ләззатын сезінеді. Алла мен елшісі ол адам үшін бәрінен де жоғары тұрады. Мұсылман бауырын тек Алла үшін жақсы көреді. Бұрынғы ғапылдықпен сүрген өміріне қайта қайтудан отқа түсіп кетердей болып сақтану. Үшінші, қайсы бір ғылыммен айналыссаң, онда сол ғылым сенің жүрегіңді тазартып, рухыңды тәрбиелеу керек. Мәселен, кенеттен бір апталық қана ғұмырың қалған білсең, фиқ, құқық, кәлам сияқты ғылымдармен шұғылданбайтының белгілі. Оның орнына нақты жағдайда пайда беретін іспен айналысар едің. Алламен байланысыңды түзеп, жүрегіне бір сәт үңілер едің.
рухыңа көңіл бөлер едің. Дүниемен байланысыңды біржола үзіп, жаман мінез құлықтан арылатын едің. Аллаға деген сүйіспеншілікке ден қойып, құлшылыққа асқан тиянақтылық танытар едің. Сөйтіп, жақсы қасиеттерге ие бола бастайтын едің. Ажал айтып келмейді, оны кез келген сәтте күтуге болады. 4. Аста төк, дүние мүлік жинама. Егер олай жасай алмасаң, бір жылдық азық-түлікті жинаумен шектел. Алла елшісі кейбір әйелдеріне бір жылдық азықты дайындап, Алла тағала Мұхаммед жанұясының азығын жеткілікті қыл деп дұға еткен. Алайда мұндай жағдайды барлық әйелдеріне емес, тек исламды жаңадан қабылдаған әйелдеріне ғана жасаған. Ал бұрынғы әйелдеріне оның арнаған азығы бір күн немесе жарты күннен аспайтын. Бухари мен Муслим пайғамбарымыздың былай деп дұға еткен жеткізеді: Алла тағала Мұхаммедтің отбасының ризығын жеткілікті ете көр, яғни қажеттілігін өтейтіндей әрі ысырап болмайтындай дәрежеде. Енді мына сөзіме құлақ ас. Ахирет азабынан құтылудың жолын тапқанға дейін бұл сөздер турасында ойлануды тоқтатпа. Егер саған бір аптадан соң үйіңе патша келеді делінсе, қандай күйде болар едің? Патшаның көзі түседі-ау деген жерлерге, яғни киім киісіңе, бет әлпетіңе және үй тазалығына қалай көңіл аударар едің? Менің не айтқым келгенін түсінген боларсың. Зерек адамға бірақ сөз жеткілікті. Пайғамбарымыз бір хадисінде, шын мәнінде Алла тағала сендердің дене бітімдеріңе, түр-тұрпаттарыңа қарамайды, жүректерің мен істеріңе қарайды деген. Егер жүректің халдерімен танысып, оның қыр-сырын үйренгің келсе, Ихия Улумиддин және басқа да сол секілді кітаптарынды қарап шық. Мұның барлығы әрбір мұсылман үйренуі тиіс білімдер, яғни парыз айн. Ал бұдан өзгелері жалпыға ортақ парыз кифая қатарына жатады. Парыз кифаяға жататын ілімдерді Құдайға дұрыс құлшылық жасай алатындай мөлшерде үйренумен шектелсе де болады. Қойған сауалдарыңа толық жауап беруге тырыстым. Енді осы жазғандарға сай амал етіп, мені ізгі дұғаңа қосуды ұмытпа. Менен сұраған дұғаңды хадис шәріптерден тауып аларсың. Бұған қоса, мына дұғаларды да әрдайым оқып жүр. Алла тағалам, нығметіңмен қорғауыңды, мейіріміңе бөленуді сұраймын. Кешіріміңе бөленуді, ешкімге мұқтаж болмайтындай ризық, бақытты ғұмыр беруіңді сұраймын. Бізге көл көсір жақсылық, жеткілікті нығмет, кеңшілігіңді бере көр. Бізден бет бұрма. Бізге болмыс, ақтық деміміздің жақсылықпен аяқталуын нәсіп ет. Бізге мол үміт сыйлай көр. Таңымыз бен кешімізді ізгілікке толы ет. Өткеніміз бен келешегімізді мейіріміңе бөлей көр. Өз кеңшілігіңмен біздің күнәларымызды кешір, айыбымызды жасырып, жақсылыққа айналдыр. Ахиреттік азығымызды тақуалық болуын нәсіп ет. Өзіңе тәуекел еттік һәм арқа сүйедік. Алла тағала, туралықта табанымызды нық ете көр. Ахиретте сан соқтыратын істерден бізді мына дүниеде қорғай көр. Біздегі ауыртпалықты жеңілдетіп, ізгі жандардың қатарында ғұмыр кешуімізді нәсіп ет. Бізді залымдардың зұлымдығынан құтқар. Туған туыстарымыз бен ұлағатты ұстаздарымызды тозақ отынан сақта. Я Азиз, я Ғаффар, я Карим, я Саттар, я Халим, я Джаббар, я Алла, я Алла, я Алла, я Алла, я Рахим, я Рахим. Уа мейірімділердің мейірімдісі, өзіңнен бұрын еш нәрсе болмаған ұлы жаратушы, өзіңнен кейін еш нәрсе болмайтын ұлы жаратушы. Уа құдірет иесі, уа міскіндердің қамқоршысы, уа мейірімділердің мейірімдісі, сенен басқа тәңір жоқ. Сен кемшілік атаулыдан пәксің. Мен жаза басып, өзіме зұлымдық жасадым.